Достар, сіздермен бірге мен әрдайым браво кездеріңіз. Яғни мен бүгінгі видеода бір программа тауып алдым, яғни бұл программаның аты Джин деп аталады. Яғни бұл программа сіздерге Бравл Старстағы адамдарды табуға көмектеседі. Не только Бравл Старс, және де супергеройларды, басқа бір мультиктағы, мысалы Человек-паук, Бэтмен дегендей. Ал бүгін біз оған Бравл Старстағы кез келген боецті жасыратын боламыз. Яғни мысалы Ворон, 8 бит дегендей. Және де көреміз, ол скиндерді таба алам екен. Ал достар, міне уже бізде былай айтқанда сезон бітуіне 20 сағат 40 минут қалды. Бәрлеріңіз Starpoint дайында қойған шығарсыздар. Қарап тұрғандарыңызда менде 1785 Starpoint, яғни мен 6 сұмдық жинақ қойдым. Енді бұның бәрін мега ешікті 6 сұмдықты келесі видеода ашатын болам. Ал енді бұлай жасағанда видео басымнан лайк басыңыздар, подписаться етіңіздер, және де колокольчикке басуды ұмытпаңыздар. Ал біз видеомызды бастаймыз. Такс, мне біздің программа такс. Бұның музыкасы өте жаман екен, сондықтан да музыкасынан азайтамыз, білмеймін. Жарайды, тұра берсін. Такс, бросить мне вызов. Такс, кеттік. Такс, начнем десек болды. Қазір міне енді басталды. Такс, ваш персонаж связан с растениями. Такс, достар, біз бірінші ойланайық, кімді жасырсақ болады. Жарайды, достар, бірінші біз Рикон жасыр көрейік. Так, ваш персонаж связан с растениями. Жоқ, достар, жоқ. Так, вашего персонажа называют женским именем. Жоқ. Ваш персонаж, понятно, ходит в капюшоне. Жоқ, біздің персонаж капюшонда жүрмейді. Ваш персонаж из игры Бравл Старс. Я біздікі Бравл Старс. У вашего персонажа есть клюв. Нет. Ваш персонаж носит черную одежду. Рико бізде қандай киім киуші еді? Ол киім кимей ме? Білмеймін. Жоқ десек. Так, ваш персонаж Джин. Жоқ. Так, ваш персонаж связан со сном. Жоқ. Ваш персонаж женского пола. Жоқ. Имя ваш персонаж состоит из 4 букв. Так, Рико деген 4 буквадан тұрады, яғни я дейміз. Ваш персонаж может стать невидимым. Жоқ. Ваш персонаж стреляет из дробовика. Дробовик пенетпит. Ваш персонаж сверхъестественно быстр. Жоқ, достар, жоқ. Ваш персонаж имеет волшебную лампу. Жоқ. Ваш персонаж асценный зеленый цвет. Жоқ. Біздің персонаж животное емес, сондықтан да жоқ дейміз. Ваш персонаж робот. Енді тауып келе жатыр, енді бізде робот. Если цифра имеет вашего персонажа. Жоқ. У вашего персонажа есть колеса. Жоқ. Ваш персонаж дружит с принцессой. Жоқ. Носит ли ваш персонаж корону? Достар, бұл Рикон скинда ғана корона киет, ал бұлайынан кимейді. Жоқ. У ваш персонажа один глаз. Ваш персонаж босс? Нет. Имя вашего персонажа состоит из 5 букв. Рико деген 4 буквадан тұрады, сондықтан да жоқ дейміз. Ваш персонаж из золота? Нет. Ваш персонаж живет в квартире? Бір сұрақтар қойып жатыр, жоқ. Такс. Рикошет. Яғни, достар, бұл біздің айтқанымыз топ-перс. Міне енді дегенге басамыз. Ал енді бұны да сіздер өздеріңіз бұл маркетте Джин деп жазсаңыздар бұл шығады. Ал енді давайте бір скинді жасыр көрсек не болады. Например, вирусный 8 бит. Да, кет, вирусный 8 бит. У вашего персонажа человеческие уши. 8 битте құлақ жоқ, сондықтан нет дейміз. Этот персонаж похож на животное? Нет.
Ваш персонаж из металла. Да, яғни ол былай жатқанда металдан тұрады 8 бит. Если цифры, 8 битті цифралар болады анда экранда. Да, дейміз. Ваш персонаж астроид зеленым цветом. Бұл давайте қазақ болсын, вирусный 8 бит жасыр көрейік. Да, дейсілер. Имеет ли ваш персонаж отношение к вирусам? Я дейміз. Ваш персонаж умеет летать? Жоқ. Ваш персонаж, біздің персонаж вирусный 8 бит, достар. Бұл өте керемет. Бұл, яғни бұл ешқандай бәрін таба алады. Давайте последний жасыр кетейік. Последний кім жасырсақ болады? Бұл ешқандай мен қазір ойланып көрейік. Кімді жасырсақ болады, достар? Давайте, достар, біз Шеллиді жасырайық. Давайте. У вашего персонажа человеческие голова. Да, Шеллидің басы адамның басы сияқты. Ваш персонаж называет женским именем. Да. Так, ваш персонаж носит головной убор. Жоқ, Шелли басына головной убор кимейді. Ваш персонаж стреляет из дробовика. У вашего персонажа мужское имя? Нет. Ваш персонаж носит пижаму? Нет. Так, Шелли ма кім тапты? Достар, бұл бәрін табады. Яғни енді видео қысқа болып кетемін деп қорқыптым. Давайте біз тағы біреуін жасыр кетейік. Так, енді кім жасырсақ болады? Достар, тағы да давайте бір скинді жасырайық. Мысалы кім жасырсақ болады, достар? Давайте, достар, Макс жасырайық. Вашего персонажа называют женским именем. Так, Макс, ол былай айтқанда қыз. Бірақ аты Макс. Жоқ. Ваш персонаж из металла. Жоқ, Макс металл емес. Так, имя вашего персонажа состоит из 5 букв. Так, Макс. Жоқ, Макс 4 неден тұрады. Макс 4 неден тұрады. Мына жерде жазылып тұр. Ваш персонаж может стать невидимым. Жоқ. Ваш персонаж играет на гитаре. Жоқ. Есть ли у вашего персонажа ракетница? Жоқ. У вашего персонажа есть волосы. Макстың шашы бар ма? Бірақта бар сияқты, бірақта тығылып тұрады маскасына. Сондан жоқ дейміз. Ваш персонаж робот? Жоқ, Макс робот емес. Ваш персонаж джин? Нет. Ваш персонаж похож на животное? Жоқ. Ваш персонаж музыкант? Нет. Ваш персонаж женского пола? Да. Ваш персонаж сыграет и быстр? Да. Любит ли ваш персонаж энергетики? Так, Макс энергетика жақсы көреді. Сондықтан не айтамыз? Ваш персонаж носит красную? Да, Макс қызыл киіп жүреді. Так, енді тапты ма? Макс. Дұрыс таптым. Ал, достар, бұл пікірлерін өздеріңізде жазып ала аласыздар. Кімге ұнады бұл видео? Енді лайк баспен қолдап кетіңіздер. Так, достар, бұл менің видеомды тамашалап көрген көрермендеріме өте қатты рахмет. Так, достар, маған сіздердің подпискаларыңыз қатты керек. Менде яғни өте аз подписка, сондықтан да подписаться етіп отырыңыздар. Подписаться етіңіздер, колокольчикке басыңыздар, және де лайк басуды ұмытпаңыздар, және де сау саламатта болыңыздар.